Хабарымыз жалғастырамыз. Қаладағы Назарбаев зияткерлік мектебінде алғаш рет инновациялық мектептің үздік кітапханашысы байқауы өткізілді. Аталмыш байқауға Қызылорда, Арал, Жалағаш, Қазалы аудандарының пилоттық және инновациялық мектептерінен 11 кітапханашы қатысуға ниет білдірді. Қызылорда облысының әкімдігі мен Назарбаев зияткерлік мектептері арасында жасалған 2017-2018 жылдарға арналған Қызылорда облысы білім беру ұйымдарына тәжірибені тарату жоспарына сәйкес Қызылорда қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінде алғаш рет инновациялық мектептің үздік кітапханашысы байқауы өткізілді. Мақсаты кітапханашылардың беделін арттыру және Қызылорда облысындағы білікті кітапханашыларды анықтау, кітапхана қызметкерлерінің жаңа жетістіктерін педагогикалық тәжірибеде насихаттау болып табылады. Назарбаев зияткерлік мектебінің жалпы міндеттерінің бірі ол тәжірибені тарату болып саналады. Бұл бағытта біз 46 инновациялық мектептермен, 2 пилоттық мектептермен жұмыс атқарамыз. Білім мазмұны жаңарған жағдайында мен ойлаймын, бұл конкурс педагог кітапханашыларға жаңа жұмыстарға, жаңа идеяларға ынталандыру болып табылады. Жаңаша көрген әдіс тәсілдерін олар өздерінің кәсіби мамандығында пайдаланады. Ең бастысы оқушыларды оқуға ынталандырып, олармен қызықты іс-шаралар өткізуге жаңаша бағыт болады деп есептеймін. Байқау шарттары бойынша қатысушылар 4 тапсырмада бақ сынасты. Бірінші кезеңде қатысушылар оқушылармен әңгіме, мұғалімдермен әңгіме тақырыптар бойынша бейне фильмдер көрсетті. Екінші кезеңде кітапхана қызметкерлері өзекті мәселелер бойынша түрлі ситуациялық жағдаяттарды шешу арқылы шешендік өнерлерін паш етті. Үшінші кезеңде қатысушылар оқушылар арасында кітап оқуға деген қызығушылығын арттыратын ашық іс-шараларын өткізді. Соңғы кезеңде қатысушылардың портфолиолары, әдістемелік нұсқаулықтар, кәсібилігін дәлелдейтін түрлі құжаттарын арнайы көрмеге қойды. Кітапханашылардың алға қойған мақсаты қазіргі жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша біз балалардың өзінің уәжін дағдыландыруымыз қажетті. Яғни ол баланы өз еркімен келіп, кітапханаға келіп, кітап оқуға тарту. Яғни ол жұмыстарды біз түрлі әдіс тәсілдермен жүргізу арқылы балаларды кітап оқуға біз қызықтыруымыз қажет. Осы бағытта біздің қазір кітапханашыларымыз жан-жақты өз-өздерін дамытып, ізденімпаздықпен жұмыс жасап жатыр деп айта аламын. Оған дәлел бүгінгі өткізіліп жатырған іс-шараны біз айта аламыз. Сайыс қорытындысы бойынша 3-ші орынға Арал қаласының 262-ші мектеп гимназиясының кітапханашысы Утаралиева Айнұр және қаладағы нөмір 5-ші мектеп лицейінің кітапханашысы Қойшыбаева Алтын лайықты деп танылды. Ал облыстағы нөмір 212-ші мектеп гимназиясының кітапхана меңгерушісі Гүлзифа Тілеубергенова жүлделі 2-ші орынды иеленді. Жалағаш кенті нөмірі 201-ші мектептен келген қатысушы Досанова Фируза 1-ші орынға тұрақтаса, теориялық біліктілігі және кәсіби практикасының үздік жұмыстарымен ерекшеленген Әбішева Сәуле байқаудың бас жүлдесін жеңіп алды. Бүгінгі байқау өзінің мәресіне жетті. Яғни жақсы деңгейде ұйымдастырылып, жақсы деңгейде аяқталды деп есептеймін. Осының нәтижесі бойынша өзіміздің жұмыстарымызды көрсетіп, мінекей нәтиже бойынша бас жүлдеге иегер атанып, ауылымызға қайтып баратқан жайымыз бар. Алдағы уақытта осындай көптеген байқаулар болып тұрса, яғни біз осы жерде не алдық, яғни бір-бірімізден тәжірибе алмастық, бір-біріміздің тың идеяларымызды ендігі жерде мектебімізге барып пайдалану. Алдағы уақытта мақсатымыз. Барлық жеңімпаздар дипломдармен және сыйлықтармен марапатталды. Алдағы уақытта мұндай шаралар дәстүрлі түрде өткізілетін болады. Гүлнұр Бүркітбаева, Ерлан Жұматаев, Қызылорда қоғамдық теледидары.